Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниетану 4-ші сынып катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта қандай катаклизмдер болатынын есіне түсіресің. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларымен танысасың. Қанекей балалар, өткен тақырыбымызды қайталайық. Сонымен катаклизм дегеніміз не? Жарайсыздар, дұрыс айтасыздар балалар. Оған бізде цунами, жер сілкінісі, вулканның атқылауы, барлық апаттық жағдайлардың барлығы мына жер бетіндегі катаклизмге жатады. Енді балалар сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизм болуы мүмкін екенін айтып бер. Дұрыс айтасыздар балалар. Қыс мезгілінде қардың қалың жаууы, көктем мезгілінде қардың қалың жауына байланысты су тасқынының болуы, жаз мезгілінде қатты нөсерлі найзағай қосылып жаңбырдың жаууы, тағы күн ыстық уақытта жер шөптердің, орман өрттерінің пайда болуы, күз мезгілінде ерте суықтың түсуі, аяздың болуы. Осыларды балалар катаклизмдерге жатқызамыз. Әдетте су тасқынының орын алуына жауын-шашынның мол түсуі себеп болады. Жауын суы жерге сіңіп, ағып үлгермесе, сол маңайдағы алқапты су басады. Кей жылдары көктемде күн ерте жылиды. Соның салдарынан қыс бойы жауған қар жылдам ериді. Егер қар қалың жауса, су басу қаупі артады. Сондай кезде су қоймасындағы судың деңгейі ернеуінен асып, елді мекендегі қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай алапат су тасқынына әкеліп соғады. Балалар, су басу қаупі төнген жағдайда өзімен бірге тамақ, су, жылы киім, медициналық қорап, құтқаратын шеңбер, сіріңке, жіп, тағы басқа заттарды алу керек. Жоғарғы қабатқа көтерілу не үйдің төбесіне шығу керек. Құтқарушылар келгенше отырған жерінде күту қажет. Жалау, жарық түсіретін құрал немесе майшамды жағып, қай жерде екенін білдіріп, белгі беру керек. Осы қауіпсіздік шараларын естен шығармаймыз. Төтенше жағдай кезінде өздеріңізді қалай ұстау қажет? Айтып беріңіздер. Жер сілкінісі қаупі төнгенде адамдар үйден шығып кетуі керек. Жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шаралары суретте дұрыс орналасқан ба, балалар? Біз табиғатты қорғаймыз. Біздің бабаларымыз табиғатта жойқын қаһарлы сәттердің болатын білсе де, оған ерекше мейіріммен, қамқорлықпен қараған. Табиғатты мейірбан әрі жомарт деп бағалаған. Себебі табиғат адамдардың киесі, киімі, жесе азығы, тоңса баспанасы болды. Әрқайсымыз табиғаттың бір бөлшегі екенімізді білуге тиіспіз. Оған зиян келтірсек, өзімізге зиян келтіретінімізді ұмытпайық. Табиғатты аялайық, балалар. Назарларыңызға рахмет, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.